Шымкентте ірі базар сатушылары жаңа базар әкімшілігінің қысымына шағымданады. Олар әр сауда орны үшін 7 миллион теңге талап етеді. Әкімшілік егер бұл сома төленбесе, орындарды босатуды сұраймыз дейді. Алаш базарының иесі өткен жылы өзгерген болатын. Кәсіпкерлер жаңа әкімшілік олармен аренда жасаспайды дейді. Саудагерлер барлық төлемдерді уақытында төлейміз деп сендіреді. Бірақ олар 7 миллион теңге төлеу керек. Базар әкімшілігінің кәсіпкерлері өздері сауда орындарын қайта сата алмау үшін олардан осы соманы төлеуге міндетті екенін түсіндіреді. Бұл қайтарылатын депозит деп аталады. Егер сатушылардың бірі базардан басқасына кетіп, жұмыс орнын ауыстыру немесе жұмыс орнын ауыстыру туралы шешім қабылдаса, біз бұл ақшаның барлығын қайтарамыз. Біз өз жүйелерін қайта сата алмау үшін осы жүйені енгіздік. Бізде ондай фактілер болған. Салымшыларға депозит, біз чектерді ұсынамыз және бәрімен қосымша келісімдер жасаймыз дейді Алаш базарының директоры Берікжан Нұртілепов.